Көзін жұмып, сурет салатын қылғалам шебері Ринат Елубаев әлеуметтік желіде көптің ықыласына бөленіп жүр. Туабітті дарын иесінің айтуынша, суретші суретті көзбен көрмес бұрын жүрегімен сезіну керек. Мыңға жуық картинаның авторы қазір немен айналысады? Аида Ахметбектің материалында. Удивительный художник из Казахстана Ринат Елубаев. Таңғажайып адамдар. Ринат Елубаев шетелдің бұл телешоуында әлем халқын расымен таңдай қақтырды. Ол экранда көрсетілген картинаны шолып шығып, екі көзі байлаулы күйде айнытпай салып шыққан еді. Алпыс өнерпаздың ішінен финалға шыққан суретшінің айтуынша, суретті көрмей сезініп салу ой еркіндігін береді. Бұл қабілет әр суретшінің кәсібилігіне байланысты дейді. Но это в любом случае хорошо. Көзімді ашып тұрсам, ойбай, мына жерде бір қателік жеріп қоям ба деген қорқыныш сезімдер болады да. Көз жұмып тұрған кезде қорқыныштың бәрі далада қалады да. Тек қана батылдық, еркіндік пайда болады. Қосымша өзімнің жаңағы кәсіби мамандығым бар, білім, кәсіби деңгейім бар. Көзі көретін адамдар ақпараттың 80%-ін көру арқылы қабылдаса, зағип жандарда ішкі түйсігі мен сезімдері ерекше дамыған. Осылай деген қылқалам шебері қазір зағип жандарды сурет салуға үйретеді. Қараңғылық оларды сыртқы әлемнен айырғанымен, өздерін шынайы естуге мүмкіндік береді дейді суретші. Сенесіздер ме? Көздері көрмейді, сурет өмірі салып көрмеген, көздері көрмейтін адамдар бар. Солармен сурет салып, қазір олар сурет салатын деңгейге жетті. Пикассоның сөзі бар ғой, суретші үшін көз керек емес, ең бастысы жүрегі керек деген сондай сөздер бар ғой. 2 жасынан бері сурет салатын қылқалам шебері қазір жаңа жанрды меңгеріп жүр. Ғылыми тілмен мұны абстракция бағыты дейді. Яғни бастан кешкен эмоциялар мен сезімдерді қағаз бетіне сурет арқылы түсіру. Суретші мұны тылсым әлемге теңейді. Аида Ахметбек, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.